Баршаңызға сәлем, курсқа қатысушы жандар. Сіздерге корзинаның жасалу жолына ең басты керек материалдарды атап өтейін. Курс барысында барлығыңыз көріп жатырған боларсыздар. Тағы да сонда да мен сіздерге нақты айтып өтейін, қандай материалды қолданғаныңыз дұрыс, қайсысы қажет емес, соның туралы сіздерге айтатын боламын. Енді біздер қазір көбіне осындай ең басында біз осы корзинада бастап жатырғандарымызды білеміз. Бұл хит корзинаның бірі, матамен қапталған әдемі тойбастар корзина. Бұл корзинаның жасалу жолы оңай. Бізге осы корзинаға ең основной материалы осындай бізге ағаш қажет болады. Бұл USB ағашы деп аталады. 9 мм қалыңдықтан жоғары аласыздар. 9 мм-ден төмен алсаңыздар, онда ол жұқа болып кетеді. Ертең салған заттарыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан да 9 мм-ден жоғары қалыңдықта осындай USB ағашты сатып алыңыздар. Бұл USB ағашын қазіргі электрический лобзик арамен кесесіз, немесе қол арасымен кесуге болады. Лобзик араны міндетті түрде сатып алыңыздар. Бір осылай шаблон ойып алсаңыздар, жылдам кесіп уақытыңызды үнемдейсіз. Сосын керек уақытында осылай қолдана беретін боласыз. Ең основной бізге материал осы ағаштан жасайтын боламыз. Бізге енді осы ағашқа осындай ножка бекітіледі. Қараңыздар, осы ножканы біздер қалай бекітеміз? Осындай мынандай саморез болады, осындай етіп коробкасымен міндетті түрде сатып алыңыздар. Осындай саморезбен бекітеміз. Отверткамен, немесе сіздерде шуруповерт болса, сонымен бекітіп тастайсыздар. Мен көбіне отверткамен бекітемін. Себебі маған осы ыңғайлы, иә. Осындай саморезбен осы ағашқа бекітеміз. Оны сабақтың барысында көріп жатырсыздар. Осындай көбіне матамен қапталған корзинаға, осы дөңгелек корзинаға көбіне осындай ножканы қолданып жатыр. Ножканың түрлері көп. Өздеріңіздің идеяларыңызға бойынша, немесе клиенттің тапсырысы бойынша қалаған ножканы қолдансаңыз болады, үйлестіріп. Содан кейін бізге сыртынан қаптауға осындай айналдырасына, осы сыртына айналдырасына жанына осындай ПВХ материал керек болады. ПВХ-ның бір жағы осылай иілгіш болады. Сол иілгіш жағын осылай ұзыннан кесіп аласыз да, мынаны жағдай айналдыра отырып степлермен бекітіп тастайсыздар. Міне көріп жатсыздар, осындай степлер болады. Скобын сатып аласыздар бірге. Сол скобымен осылай айналдырасына, осылай ағашқа айналдыра отыра бекітіп тастап жатырсыздар ғой, иә? Осындай ПВХ-ны қолдануға болады. Немесе ауылдық жерде тұрсаңыз, сіздер осындай ПВХ-ны таба алмасаңыздар, онда мынандай материал болады. ДВП деген жұқалау түрін аласыздар. Ол да майысады, қараңыздар, майысады, сынып кетпейді. Жұқалау түрін алыңыздар, міндетті түрде 2 мм-лік осындай майысады. Сондай түрін алып, мына корзинаның жанына сіздер қолдансаңыздар болады. Бұны да осындай канцелярский ножпен кесуге болады. Бірақ кішкене жұмыс жасағанда бұл қиындау. Енді шыны керек қиындау, кесілуі қатты. Бірақ сонда да енді сіздер ПВХ таба алмай жатырсаңыздар, осы ДВП материалын қолдана беріңіздер. Мен бұл ДВП материалмен жұмыс жасамаймын, сондықтан көп алмаймын. Қазір мен тек осы ПВХ материалмен жұмыс жасаймын. ПВХ материалы өте оңай жұмыс жасалуы, сосын көп қоқымайды, тез кесілу жолы оңай, сондықтан осындай ПВХ материалын қолданып жатырмын. Содан кейін сыртынан қаптауға осындай әдемі томпайып тұру үшін бізге осындай губка қажет болады. Поролон деп аталады. Бұл 2 см болу керек. Міндетті түрде 2 см алыңыздар, одан жұқа болмайды қолдануға. Осындай 2 см қалыңдықта поролонды алып, іш жағынан қаптайтын боласыз. Оның сыртынан осындай мата аласыз. Бұл мата стрич мата деп аталады. Осындай королевский велюр стрич. Стрич деген, яғни созылатын деген сөз. Сіз созылатын мата алыңыздар. Созылатын мата алып қолданатын болсаңыз, сіздің корзинаңыздың ешқандай жерінде складка болмайды. Қараңыз, мына корзинаны көріп тұрсыздар ма? Еш жерінде жиырылып қалған жоқ. Сондықтан да осындай созылатын стрич матаны қолданыңыздар. Содан кейін осылай етіп әдемілеп ножкамызды қондырамыз, осындай ножкамызды. Содан кейін осындай имитация стразымызды, брошкамызды, полужемчуг материалдарын қолданып жасай беретін боласыздар. Енді өздеріңіздің оформление жасау, өздеріңіздің фантазияларыңыз бойынша, немесе клиенттің тапсырысы бойынша жасап беретін боласыз. Бұл жерде фантазия дәл осындай болу керек деген шарт жоқ. Тек сіз осы мен айтқан материалдарды қолданып жасасаңыздар, оформлениесін өздеріңіздің қалаған
қалаған түсте қалаған материалды қолданып оформление жасай берсеңіз болады. Біздер енді саморезді жаңа саморезбен мына артверткамен бекітеміз деп айттық, мұқият бекітеміз. Мына жерде ножкалардың түрі көп. Осы хит болып жатырған ножка, осы ножка 30 сантиметрлік классика түрін, осындай түрін алыңыздар. Міндетті түрде осы корзинаға ыңғайлы күшті тұрады. Ана бір гүл сияқты осындай ножка бар. Оған қарағанда осы ножка жақсы. Осы ножканы міндетті түрде алыңыздар. Жақсы тұрады. Бұл кішкентай түрі 15 сантиметрлік. Ал мына ножкаларды тоже қолдануға болады осындай корзиналарға. Және де бұны біздер көбіне стекло, пластик корзиналарға қолданамыз. Енді мына жердегі міне көріп тұрсыздар, пластик корзинаның жасалу жолы дәл осылай сияқты. Астыда ағаш, ножканы дәл солай қолданамыз, оформлениесінде дәл осылай жасаймыз. Бірақ бұның ерекшелігі пластигінде. Ол пластик мынандай болады. Сіздерге көрсетейін. Міне пластик осындай болады, прозрачный. Мына сыртында пленкасы болады. Оны жұмыс жасап болғаннан кейін алып тастайсыздар. Міне пластик осылай майысады. Дәл осылай етіп өздеріңіздің керекті мөлшерде қиып аласыз. Содан кейін осындай әдемі етіп корзинаңызды жасайсыз. Оформление де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Енді осы пластикті жаңағыдай айналдырып, ағашты айналдыра келіп, осылай бекітілген, осылай біріккен жерін бекіту үшін бізге осындай двухсторонний скотч керек. Екі жақты скотч, екі жағынан да жапсырылады. Бір жағында пленкасы болады, алып тастаймыз. Екінші жағы өзінің клейі тұр. Осындай 2 сантиметрлік двухсторонний скотч сатып алыңыздар, көпке жетеді. Бұл пластикті бір-біріне біріктіргенде міндетті түрде қажет болады. Енді көбіне шатыстырады стекло, мынауда стекло деп. Бұл PVC пластик деп аталады. Бұл майысады, көріп тұрсыздар, майысып қалаған пішінде жасауға болады. Ал мына орг стекло, ол көп дегенде вообще майыспайды ол дегенде. Құттай тек бүйтіп тұрған бар, бұл майыспайды. Бұл стекло, искусственный стекло. Бұдан тек 4 бұрышты корзиналар жасай аламыз. Сіздерге стекло корзинаны жасау жолын көрсеттім ғой. Дәл осы стекло қолданып жатырғанбыз. Енді бұл орг стеклоның тағы бір, осы орг стекло, сосын тағы бір түрі бар, акриловый стекло деген. Акриловый стекло қолдануға да болады, ол кішкене қымбаттау тұрады. Сіздер жаңадан бастап жатсаңыздар, осы орг стекломен жұмыс жасауға болады. Орг стекломен жұмыс жасағанда міндетті түрде мұқият боламыз. Жұмыс жасап жатырғанда мына жердегі пленкасын алмаймыз. Тек қана шет жақтарын қайырып қойып, жапсыратын оформлениемізді жапсырып, стеклоларды бір-біріне бекітіп алу үшін тек шетін ашып қоясыздар, болды. Қалған жерін ашып тастамаймыз. Себебі бұған орг стеклоға клей, тағы басқа бірдеңелер тиіп қалатын болса, кетірілу жолы қиындау болады. Сондықтан да жұмыс жасау барысында сыртындағы пленкасын ең соңынан алатын боламыз. Тек шеттерін ашып, жаңағыдай жапсыратын жерлерін жапсырып алып, содан кейін барып сыртындағы пленкасын алып тастаймыз. Осы мынаны шатыстырмаймыз. Мынау PVC пластик болады, мынау орг стекло. Акриловый стекломен де жасауға болады. Акриловый стеклоның айырмашылығы бағасында, және де оған клей бірдеңе тиіп қалса, кетіріп алуға болады. Кетеді. Енді ол қымбаттау түрі болғасын кетеді. Мысалы, мынаның шамамен үлкен бір листі 12 мың тұрады, ал акриловый стеклоның бір листі шамамен 17 мың тұрады. Енді 3-4 мыңға разницасы бар. Бірақ енді сіздер қолдарыңыз үйреніп кеткеннен кейін акриловый стекломен жасай беруге болады. Енді осы стеклоны сіздерге алдыңғы сабақта мастер-класс барысында көрсетіп жатырмын. Орг стеклоны өзіңізде кесе аласыз. Өзінің ножницасы болады, сонымен жақсылап кесіп қолдана бересіз. Енді біздер 2 этажды корзина жасап жатыр. Дәл осындай жасалу жолы осылай етіп жасайсыз. Тек оның ортасындағы ағашында айырмашылығы, осындай ағаш қолданасыз. Осындай палка дейді. Бұл жерде менде 5-5, бұдан да қалыңдау түрін алсаңыз болады, тапсаңыз, табылмасаңыз, енді осындай 5-5 қалыңдықтан қолдана бересіз. 2 этажға осылай ортасына осындай стойка ағашты міндетті түрде сатып аласыз. Содан кейін бізге енді осындай пластик, осындай жемчуг пластик корзина жасап жатырмыз. Оны мастер-класс барысында көріп жатырсыздар. Мына ақ материалы не деп жатырғандарға, ақ материал мынандай
эко дастархан, әдемі дастархан, соны қолданасыздар. Жарты метр, 1 метр сатып алсаңыз, біршама корзинаға жететін болады. Содан кейін осындай қазір жаңадан хит болып жатырған осындай материал, бұл латон деп аталады. Айналдырасына әдемі етіп жабыстырып қолданатын боласыз. Бұл осындай пакетикте болады. Бір блогында 5 метрден болады. Мынау 2 сантиметрлігі, мынау 1 сантиметрлігі. Қараңыздар, міне осындай болады. Бұны деген кесілу жолы оңай. Қайшымен қиып тастайсыздар. Сіздерге енді қайшы туралы айтып өтсем, қайшыны міндетті түрде осындай мықты, сапалы қайшы сатып алыңыздар. Пластикті де осы қайшымен кесетін боласыздар. Міне қараңыздар. Пластикті осы қайшымен кесе аласыздар. Ал сіз жұқа қайшымен, арзан қайшымен ешқашанда мына пластикті кесе алмайсыз. Мына латонды да солай осындай қайшымен қиып тастай аласыз. Сондықтан да жақсы сапалы қайшымен жұмыс жасаңыздар. Содан кейін енді бізге міндетті түрде керек құралдың бірі осындай пистолет, клеймен қажет болады. Енді біздер детский вешалка корзина жасап жатырмыз, оның ортасына осындай ағашты қолданып жатырмыз. Міне осындай рейка ағаш деп аталады. Бұл жерде менде 2 сантиметрді 3 сантиметрлік қалыңдықтағы рейка ағаш. Осылай етіп өздеріңіздің керекті мөлшерде қиып аласыздар да, осылай етіп вешалка жасайсыздар. Енді осы материалдарды атап өттім. Осы материалдармен сіздерде қалаған әдемі өздеріңіздің фантазияларыңыз бойынша немесе клиенттің тапсырысы бойынша корзиналарыңызды жасай берсеңіздер болады. Нақты материалдар сіздерге атап өттім. Ал қыздар, іске сәт. Мастер-класстан сіздерден күшті нәтижелер күтетін боламын. Сау болыңыздар.